Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Мен қазір 30-ға келдім. Осы уақытқа дейін мен шындығымды айтсам, атымда еш нәрсе тіркеп көрмеппін. Тек сотовый телефондағы сим-картадан басқа еш нәрсе тіркелмеген мен атымда. Ең бірінші өз атымдағы үйім міне Алланың қалауымен жеткен. Қатты қуандым да мен осы үйді алғаныма. Және де осы үйді алғаннан кейін шыны керек. Енді бір жағынан әке-шешемнің де разылығы шығар деп ойлаймын енді. Енді алғаннан кейін қатты қуанып, жылағым да келді шыны керек. Сондай ощущениеде болдым да өзім. Енді Алланың қалауымен осы үйге міне жеттім. Қазір енді осы үйде отбасым тұрып жатыр қазіргі таңда. Осы кооператив ройды жолдасым интернет арқылы біліпті. Бірақ енді әр нәрсеге көз жеткізу үшін мен біраз ойландым. Енді әр адамның жүрегінде, түбінде қорқыныш болады ғой әр нәрсеге. Сосын сол жаңағы Ақсуайыл селосында біраз жігіттер тіркелген жігіттер бар екен. Солардан сұрастырып көрдім менде де. Сосын жалғыз осы жаңағы Шет ауданы емес, жан-жақтан былай-былай сұрастырып көрдім. Жанарқа ауданында да имамдар бар екен тіркелген. Сосын менде де Нартәуекел деп бір Аллаға сиынып бел будым осы кооперативқа. Мен өзім бұрын осы Астана қаласында, Нұр Астана мешітінің қасында медресені оқып бітіргем 3 жыл. Енді сол Астанада сол 3 жыл бойы жүрдім. Астананы көрдім. Енді Астанаға жүрек басып қалдым енді мен. Астана жақсы қала болғаннан кейін енді балалардың болашағы бар. Енді балалардың көзі ашық болсын. Өйтер қашанға шейін ауылда жүре береді деп ойлаймын енді мен. Бұрын студент кезде келдік. Содан кейін арман болып қалған бұл қала. Содан кейін уже 8 жыл өтті. 8 жылдан кейін үй алып отырмыз осы кооператив ройдан. Аллаға шүкір. Менде де айттым ғой, ең бірінші күдік болды деп. Менде де әке-шешемде де сол үйден күдік болды. Балам қазір қалалық жер, неше түрлі нелер бар. Үйден ең алғашқы нелеріне, бастапқы нелерінде жарналарында беріп келеді, кейін аяқ жағында бермей қалады үйді. Ертең не ақшада жоқ, не үйде жоқ болса, өзіне қиын болады балам. Тоқтат деп нетті, бірақ енді мен Аллаға сенгеннен кейін мен осы кооператив ройға қатты сендім енді. Және де үйді алам деген менде қатты ниетім болды осындай. Астананың ортасынан, левый берегінен 2 бөлмелі үй алам деп өзім ниеттенгем. Ниет қылдырдым, бірақ енді Аллаға шүкір жеттім соған. Енді әке-шешем, бірақ алғаннан кейін әке-шешем де қуанды. Әкемнен інісі бар, о кісі де балам, бауырым үйді байқастыр, ниет деп. Бірақ енді кейін хабарласып отырып, енді ол ағама да айттым міне. Аллаға шүкір, міне үйімді алдым, міне документім өз қолымда міне. Оригинал документтерді мен өз қолыммен алып кеттім. Енді айғайлап жеткізім келеді ғой адамдарға. Мен осындай үйлі болдым, пайсыз деп осы. Енді қуанасың, қатты қуанасың, анашыңа звондайсың, халыққа да жеткізім келеді. Арген Орынғалиұлына алғысым шексіз, осындай жобаларды ұйымдастырып жатқан, қарапайым халықты түсініп жатқан, осы рой ұжымына алғысым шексіз, бізге көмектесіп, жаңағы кеңестерін беріп, қалай пайсыз үй алуға болатын бәрін ақпарат беріп, осы бізді шақырды. Қазір Аллаға шүкір деймін енді осы кооперативтің арқасында ғой міне. Арген мырзаға алғысым шексіз, сол кісіге рахметімді айтым, үлкен көп рахметімді айтым сол кісіге. Сенбейтін адамдарға айтарым, сеніңіздер дегім келеді. Өйткені бұл шындық. Біз 2 бөлмелі Астана қаласынан
үй алып отқаннан кейін мен көзім жетіп отқаннан кейін сенімді түрде айта аламын ол кісілер бақытты болса екен деймін, жас отбасылар, балалары бақытты болса екен деймін. Ең бастысы үйлі болса екен деймін, жас отбасылар.